фильмінің өткен сериясында. Мен ол үшеуін Азазілдің күші сақталған құрылғыны алғаннан кейін босатамын. Оны маған бер. Менің жанұямды босат. Сандалбайлар, мен сендерге жүк көлікті отырыңдар дедім ғой. Я, бірақ біз бәрі басқаша болар деп ойладық. Драго барлық күшті өзіне тартып алды. Мен ең алдымен бәрін түгелдей өзгертем. Джеки Чанның бастан кешкендері. Балықты жек көрем. Дайындалыңдар, достарым. Сендер әлі күте тұрасыңдар. Біз не істейміз? Егер Драго бәрін түгелде өзгертуге белгі буған болса, біз де соған атсалысуымыз керек. Кеттік. Сонымен маған құлақ салыңдар. Драго барлық 8 Азазілдің күшіне ие болды. Таңға қарай қолымыздағы барлық жабдықпен, барша адамдар мен жауынгерлермен әзірленуіміз керек. Бұл оңай болмайды. Бірақ бұл қолдарыңнан келетінін білемін. Бүкіл ғаламшардың тағдыры біздің қолымызда. Іске кірісіңдер. Осы жылдар ішінде Блэк сол күйі ештеңе түсінбепті. Сиқырды сиқыр ғана жең алады ғой. Драгоның шығысқа қарай бет алғанын біреулер көріпті. Агент Джейд жұмысқа келді, мырза. Мен тапсырманы орындауға келдім. Джейд, сенің бүгінгі атқарған ісің жеткілікті деп ойлаймын. Қателік, мен жағдайдың бұлай болатын білген жоқпын. Менің жоспарым бар. Сенің бізді қорғауға тырысқаныңды білеміз, Джейд. Біз бұны өте бағалаймыз. Бірақ осы сәттен бастап бұл істі ересектерге қалдыр, кішкентай бикеш. Драго 8 Азазілдің барлығының күшін тартып алды. Оны сол күштен айыратын дуаны білесің бе? Мен саған неге көмектесуім керек? Өш алу үшін. Олым мені сатып кетті. Бірақ бәрібір оның сендердің әлемдеріңнің күлін көкке ұшырып жатқанын көру маған қызықырақ болмай ма? Драгода барлық Азазілдердің күштері бар. Ол мәңгілікке солардың иесі болады. Онда әңгіме бітті. Тоқтай тұр. Сонда мен Драгомен сөйлесем. Мүмкін сонда сендер аман қалатын шығарсыңдар. Мен олай жасай алмаймын. Онда сендерге қауіп төніп тұр. Жоқ, әкім мырза, бұл жаттығу емес. Біз қаланың халқын тез арада көшіріп әкетуіміз керек. Жойғыш ұшақтар, сол жолмен жүрек. Қуатты, ең қуатты жойғыш ұшақтар. Я, мен тұтқаны қоюым керек. Бізде ғаламшардың қалған тұрғындарын қалай көшірудің жоспары бар? Мен бәрін білдіргемді білем, бірақ сендерге көмектескім келеді. Өтінем, Джеки. Сен басымызға күн туған жағдайда жанұямызды ажырата алмайсың. Жоқ, Джейд. 13-ші секция қаладағы ең қауіпсіз жер. Сен осында қаласың. Тору Джейдке қамқор бол. Жоқсы. Бұл бір түсінбестік болды. Мен сатқындарды жек көрем. Бұл жаман. Дүкен жабық. Кетіңдер бұл жерден, қолым бос емес. Драгоның барлық жердің күл талғанын шығарғанын айтқың келе ме? Олай болса кетіңдер. Менің жұмыс істеуім керек. Тағы айтарым. Ей, тыныштал қария. Біз мұнда кек алу үшін келген жоқпыз. Я, біз тек Драгоның барлық жерді тас талқанын шығаруға бел буғанын естідік. Мен бір жамандық болайын деп тұр деп ойладым. Жарық жоқ кезде қазір болуы мүмкін емес. Өзіміз түрмеден жаңа шықтық. Бұл әділетсіздік. Не айтасың? Біз азатпыз. Енді жұмыс істегіміз келеді. Біз ештеңені ұрламаймыз деп уәде береміз. Онда мұнда тұрмаңдар, ішке кірісіңдер. Мәссаған.
Тамаша, жігіттер, Драго қайда? Бұл әзіл болар. Сәтсіз күн. Сен мұнда қол қусырып отыра алмайсың. Джекиге біздің көмегіміз қажет. Джеки үшін ең басты нәрсе сенің қауіпсіздігің. Қойсаңшы, біз қызықтан қалып қоямыз. Сендер төбелесетін шығарсыңдар деп үміттенгем. Сен құрыдың. Қызықтың бәрін драконның көруіне жол бермейміз. Көлігіңді қиратқанымыз үшін кешірім сұраймыз. Өзің көп сөйлемейді екенсің. Дәмді екен. Шегінеміз, бәрің шегініңдер.